сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз қой жүн шуашы. Қой жүн шуашының жинау және өңдеу тәсілі. Шуаш қойдың жазғытұрымғы қырқып алынған жабағы жүнінен алынады. Қарапайым жолмен әзірлеу әдістері. Қой жүнін қазандағы суға салып қайнатып, жүнді сығып алып тастап, суын бірнеше рет сүзгіден өткізеді. сүзінді суды шыны ыдысқа құйып, қоюланғанша қайнатады. Қоюланған кезде салқындатса дәрі болады. Қой жүн шуашының қасиеті. Қоңыр түсті жұмсақ желім тәрізді, аздап шуаш иісі болады. Теріні жұмсартып, суықты тартады, ісікті қайтарады. Қой жүн шуашының ем болатын аурулары және істетілуі. Тері жарылып, қолға қиық түскенде шуаш майынан мәлім мөлшерден алып, сүт кілегейіне араластырып, жараланған немесе қиғақ түскен орынға жуып тазаланғаннан кейін күніне 2 рет жағып, күн нұрына немесе отқа қақтап теріге сіңіреді. Себебі белгісіз ісіктерге терінің бетін жуып тазалап, шуаштан мәлім мөлшерден жағып, таңып қояды, күн аралатып ауыстырады. Жел құзан болатын буын ісігіне шуашты тері күймейтіндей етіп отқа ысытып, еріген шуашты дәкеге құйып, бүктеп ауырған орынға таңады. Күніне 1 рет ауыстырады, немесе шуашты жылқының еріген майына араластырып отқа күнге қыздырып ауырған орнына жағады. Басты құрамында сірке қышқылы холестерин бар. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.